Тасын түртсең тарихынан сыр шертетін мекеннің тыныс тіршілігін бірге сезінетін боламыз. Әйтеуір жөндейміз, жаңартамыз, тағы да көпір соғамыз деген уәде көп. Мектептің жағдайы мынау. Қирап тұр. Теректерді саттық, кесіп. Сөйтіп свет жүргізді өзімізге. Ана «Я легенда» деген киноны көріп пе едіңіздер? Көрсеңіздер болады ше. Бүкіл қалаға вирус тарап. Ешкім қалмайды ғой. Ит екеу-ақ қалады ғой. Біз оператор екеуміз-ақ қалған сияқтымыз бұл ауылда ше. Ешкім жоқ. 3 жылға жуықтап қалды. Ауданға келіп қызмет атқарғаныма. Әкім деген кризис менеджер. Ол солай сипатталады. Ол халықты, өзінің аймағын қиындықтан шығару керек. Адам саны жоқ и білім жоқ біздің енді мектепте. Жабық. Түскі үзіліс сағат 2-ге дейін. Қарасаңыздар 2:30 болды. Күннің бейсенбісі. Бірақ білім жоқ бұл жерде еще. Даже несчастный 4-ші класстың өзіне дейін жөн сабақ бере алмайды. Тұрғындарға қолайлы өмір сүру үшін ең бірінші не керек? Ең бірінші сапалы ауыз су керек. Көгілдір отын керек. Жол керек, байланыс керек. Даже істеп деп отчет береді екен, істеп қойдық деп. Иә, асфальт жүргізіп қойдық, төсеп қойдық деп отчет береді екен, на самом деле оқша алмайды. Қандай мәселе бар ауылда? Қандай мәселе керек? Проблема бар ма? Шешу керек. Көп проблема деген. Бақалы ауылында кітапхананың ішінде халыққа қызмет көрсетіледі екен. Мынау пол 54-тен бері әлі тұр. 97-те де ауысқан жоқ бұл. Жоқ, пол ауысқан жоқ, тек қана есіктер. Ғасырлық мұңға айналған тесік көпірінің мәселесі биыл шешіледі ме? Егер қаражаты толық келетін болса, біз биыл жылдың аяғына дейін аяқтаймыз. Жайылым жоқ, өте қиын жайылым. Ой, мынау сиыршы не бағатындардан обал қандай. Кездескенде бұл мәселені қай жерде көтерді? Дәл сол кезде айтты. Жоқ, қай жерде? Жуалының топырағына аяқ басар сәтте келді. Бүгін біз Жуалы ауданына сапарға шықтық. Қасиетті өңірдің тыныс тіршілігімен, халықтың мұң-мұқтажымен жақын танысамыз. Жуалының аудан орталығына жеттік. Бұл жақта атаңызға айналған Бауыржан Момышұлы туған генералдар мекені атанған өлке. Тасын түртсең тарихынан сыр шертетін мекеннің тыныс тіршілігін бірге сезінетін боламыз. Тесік көпірдің тағдыры Жуалының жүрегінде жазылмай тұрған жара секілді. Ғасырлық мұңға айналды. Негізінде бұл көпір су өтуге арналған. Алайда бүгін ауданның екі бөлігін байланыстырып тұрған кәдімгі көлік өтетін жолға айналды. Әйтеуір жөндейміз, жаңартамыз, тағы да көпір соғамыз деген уәде көп. Бірақ көпірдің өзі емес, тек қана сөздер ғана жаңғырып жатыр. Дәл қазір теріс Ащыбұлақ ауылына қарай жол тарттық. Сол жақта халықпен көрісейік, жүздесейік, сұрайық, қандай мәселелер бар екен. Жуалының жүрегіне ендік. Теріс Ащыбұлақ. Кірген жерден бастап арка, бірақ жол сапасы болғанда жол көрінбейді да. Бұрынғы жол болу керек. Мына жердің бәрі сай, сала, жолдардың бәрі. Әрі қарай ауылдың жолын көрейік. Кіре берісі жақсы емес. Ауылдың жағдайы мәз емес, мына ауылдың жағдайы. Мына жерде теріс Ащыбұлақ медициналық пункті. Медпункт. Көрейікші. Бұл жаңа бау екен. Жабық. Түскі үзіліс сағат 2-ге дейін.
Қарасаңыздар, 2:30 болды. Күннің бейсенбісі. Бұл қалай? Болғаны. Жексенбі және мереке күндері кезекшілік кесте бойынша дейді. Оның өзінде кезекшілік кесте бойынша ашық болу керек. Бірақ 29 сәуір күннің бейсенбісі сағат 2:30 медпункт теріс Ащыбұлақ жабық. Ауырғандар қай жаққа келеді? Қай жаққа қарап? Бұл медпункттың не керегі бар? Бұл құттан тұратын болса. Күзетші де ештеңе жоқ. Бетет қызметкерлерді шақыру батырмасы дейді да, батырма да жоқ. Жарайды, бұндай нәрселерге көңіл бөлмей-ақ қойық. Бірақ медпункттың өзі ашық тұруға болады ғой. Мектебі әні жабық, медпункті міні жабық. Шынымен айтып отырмын ғой, тіршілік тоқтап қалған сияқты. Әрі қарай көрейік. Ұстаздар жоқ, оқушылар жоқ, медпунктте қызметкерлер жоқ, күзетшілер жоқ, қарап жатқан адамдар жоқ. Білмеймін, тіршілік бар ма бұл жақта өзі? Кім өмір сүріп жатыр? Көшеде бір адам жоқ, түгел сүрсеңіз болады, қарашы. Мүмкін емес қой. Бірде-бір көше тас жолмен асфальтталмаған ше, мүлде асфальтталмаған. Асфальт жоқ. Тіпті бірде-бір көшеде соңғы 10 жылда, даже 15-20 жылда мүлде асфальтталмаған. Көшелерін бере жатырмыз ғой. Біз қазір орталық көшесіндеміз, ең үлкен көшесі. Шеткі көшелерінде мүлде мынандай таста жоқ. Шаң болып жатыр, тауға баратын жол сияқты. Қиын. Жалпы негізі әкім деген кризис менеджер. Ол солай сипатталады. Ол халықты, өзінің аймағын қиындықтан шығару керек. Мынау ауыл қиындықта. Бұл ауылды қиындықтан шығаруға тырысты ма білмеймін. Қандай құжаттарға қол қойып, қандай жоспар бар құрғаны, бірақ іс жүзінде ештеңе көрініп тұрған жоқ. Жоқ, рахмет, көгілдір отын тұр екен оған. Мін, трубасы тұр. Жол жоқ. Жол жоқ. Ешқайсысы бақылауда емес. Егер бақылауда болса, мектеп андай жабық тұрмайтын еді. Медициналық пункт жабық тұрмайтын еді. Бақылау жоқ қой, бақылау. Ана «Я легенда» деген киноны көріп пе едіңіздер? Көрсеңіздер болады ше. Бүкіл қалаға вирус тарап. Ешкім қалмайды ғой. Жаңа итекеп-ақ қалады ғой. Біз оператор екеуміз-ақ қалған сияқтымыз бұл ауылда ше. Ешкім жоқ. Тірі жан көрінбейді, мүлде. Мүмкін емес қой мұндай болу. Ан жақта қойлар жүр, бағып жүрген адам жоқ. Не байқап тұрсыздар? Тас жол көріне ме? Топырақ, тіпті сағау жоқ. Тас жоқ, тас. Тас жолды қоя бер, ан жақта қайта тас бар ғой. Болмайды ғой, мынау жұмыс істеу керек қой, көңіл аудару керек қой мына жаққа. Ассалаумағалейкум көке, қалайсыз? Қалдарыңыз қалай? Журналист бұл ауылдарыңызға қонаққа келіп қалып едім. Жұмыстарыңыз қалай, жүріп жатыр ма? Ауыл тыныш қой көке. Ешкім жоқ қой. Жоқ, білмеймін. Ауылдарыңызда адам тұра ма деп. Ой, неге тұрмайды? Тұрады ма? 30 семьядан аса тұрады. 30 семьядан аса тұра ма? Ауылдарыңыз жағдай қалай? Мүшкіл сияқты бірақ. Жол байқамадым, тас жол жоқ қой тек ауылда. Бұл топырақ жол аға. Тас жоқ қой, не жоқ қой? Асфальт соғылмапты ауылдарыңызға. Асфальт соғылымызда талай обещать еткен. Талай обещать етті дейсіз бе? Ақша бөлді, соғам дейді, қайда ауыстырады. 2 жыл сайын, 1,5 жыл сайын сельсовет ауыстырады, соғылмайды. 1,5 жыл сайын сельсовет ауыстырады дейсіз бе? Жақын келе аласыз ба көке, өтініш? Даже бірде айтты, биыл мен ақша бөлінді, биыл асфальт саламыз деді, сөйтіп не төседі, шебін төседі. Биыл ма? Жоқ. Енді ұмытып қалдым, 3-4 жыл болды. 3-4 жыл болды, шебін төседі, мынаның бар шебін топырақ болып кеткен. Шебін төсеп, енді жылы әбзет саламыз. Содан енді жыл келесі жылы айтты, ақша бөлінді, биыл салынады деді, былай, ана көшеге. Сонымен сельсовет ауысты да омен болды. Одан бері қанша жыл болды көке? Енді туғаныммен бір 4 жылдай болып қалды шамасы енді. 4 жыл болды. 4 жыл болды. 4 жыл енді болды енді 4 жыл. Содан кейін свет жүргіземіз деп обещать етіп, онда ары күттік, бері күттік, содан кейін теректер беретін бұрыннан салынғанда. Сол теректер, сол теректі сатып, өзіміздің жаңа нелер жиналыс жасап, өзіміздің жаңа біз не бар? Шалдар алқасы деген не бар? Қариялар арқасы. Қариялар арқасы. Соның ішінде мен болдым. Мен даже алқасында болдым.
Сонымен жиналыс жасап өзіміз ауылда жиналып бүйтіп теректерді саттық кесіп. Сөйтіп свет жүргіздік өзімізге. Мә, әкімшілік емес, өздеріңіз свет жүргіздіңіз? Иә, өзіміз енді әкімшілікте қатысты, бірақ негізгі инициатив негізгі не бізден болды. Сіздер өздеріңіз ауылдың терегін сатып, ауылға свет орнаттыңыздар. Ана тұрған светтің бәрі. Көрдік аха. Иә, свет орнаттық. Мен ойлап келе жатырмын, жалғыз свет істепті деп, оның өзін сіздер істепсіздер ғой. Оның өзін де істедік. Сөйлеген газды. Аха. Газдың мәселесі былай болды. Білмейміз, бір мен есімі кіріп 7-8 жыл болды. 8 жыл оқыған шығар мүмкін. Аха. Газды да не жүргіземіз деп жаңағы ақша жинадық, бәріміз төлегеннен кейін ойын болды газ. Мәссаған. 3-4 ай. 3-4 айдан кейін біз жаңағы КТК-ға шықтық. Емнеді біз жас нелер бар етін. Жаңағы жазу білетін. КТК-ға шықтық, КТК келді, КТК-дан кейін 2 аптадан кейін, 10 күннен кейін даже, 10 күннен кейін сразу моментально трубаны әкелді, міне не қылды, жүргізетін болды. Ақшамыз жеп қойды деп шықтық КТК-ға, сөздің қысқасы. Тілшілер болмаса қимылдамайын деп тұр ғой. Иә, сөйтіп. Сонымен газы үшін Құдайға шүкір мен какой-то бір 2 айдың ішінде газ жүргізіп берді. Мәссаған. 2 ай 3 ай енді, чуть больше меньше сол. Аха. Сонымен өзің қимылдамасаң ештеңе болмайды. Иә. Өзің қимылда бір нәрсе не қыласың. Сонымен мен бір ауылдың бір жігіті не болды. Сол кезде мына стадион салып берді. Әкім болды ауылдың жігіті, жас жігіт. Оның өзін жеке кәсіпкер салды ма? Жоқ, оны. Әкім жігіт салды ма? Әкімшілік салды. Аха. Әкімшілік ақша бөліп салды. Ана раздевалкасы, ана футбол. Аха, болған рахмет. Иә, балдардың бәрі түнімен ойнайды. В общем, өзің қимылдасаң бір нәрсе болады. Әкім таныстар ма кәз? Ауылдың жігіті ғой әкім. Осы ауылдың жігіті ма? Иә, осы ауылдың жігіті. Ауылдың жігіті болса кішкене былай бері қарайды. Мына приезжийлерден не жоқ. Қазіргі әкімнің отырғанына неше жыл болды көке? Бір 2 жыл болып қалды. 2 жыл болып қалды. Не бар ма? Бір результат бар ма? Бұл мына әкімден енді айтқан движение жоқ, но енді все-таки ауыл болғаннан не алады ғой. Әйтеуір ауылдың баласы ғой дейсіздер ғой. Ауылдың баласы ғой, все-таки не алады ғой, так. Осы мына әкім стадион салдырып, не жерді кеңейтіп, не саламыз деп еді, онысы болмай жатыр енді. Площадка, спортивный площадка саламыз деген навес. Онысы болмай жатыр. Медпункттың жағдайын көрдік, медпункт жақсы, бірақ құлтанып тұр. Енді неге шыққан неменеді, кешірек не алатын шығар, медпунктқа ешқандай не жоқ, проблема жоқ. Жақсы қарайды бәрімізге. Жақсы қарайды, бәрімізді шақырып тұрады. Бізді қайта неден өткізіп тұрады, медкомиссиясынан медпункт жақсы. Ой, оған да рахмет Иә, әйтеуір. оған рахмет. Мектеп директоры бар ма? Мектеп директоры бар, бірақ енді шынын айтса. Түсінікті. Иә. Көңілдегідей емес енді. Біз таңғалдық мына ауылға келіп. Мына жақтан ауылдардың бәрін көріп келе жатырық. Асфальт төселген, ой, бір әкімдерге риза болып келе жатырық. Мына мәселе бойынша біз қазір әкімдікке кіреміз көке. Бұның бәрін айтамыз, мына жол, барлық жағдайды айтамыз. Жол. Тағы қандай мәселелер бар? Не мәселе, енді Құдайға шүкір газ берді, су берді айтқанда. Су бар ғой, иә? Су берді, өздері берді. Әкімшілік не қылды, жаңағы ақша бөлді. Енді бұл жерде бірінші айтса да, айтпаса да бірінші ақша бөлсе болды ғой, болады. Бірақ ақша бөлініп, бұрынғы дейін біраз естиміз ғой, бірақ енді не көзбен көрмеген айтамаймын ғой енді. Жеп қояды екен, короче. Бөлген ақшаны даже істеп деп отчет береді екен, істеп қойдық деп. Иә, асфальт жүргізіп қойдық, төсеп қойдық деп отчет береді екен, на самом деле ақша алмайды. Тексермейді да оны? Тексермейді, кім тексереді оны? Біздегі маслихат депутатын танисыздар ма? Сіздерге жауапты маслихат депутаттары бар негізінде. Осындай мәселелер көтеру керек. Жоқ, танымаймын. Ешкім келген жоқ өйтіп. Келген жоқ ешкім. Сіздерге назар аударылмайды ғой, иә, ешкімнен. Бір сөзбен айтқанда. Әкімшіліктен деген әрине. Енді бізде жаңағы шалдар алқасы дейді, қазір не қылды ғой, шалдар алқасы уже. Әсер ете алмай қалды ғой. Бір жағынан әсер болмай қалды шалдар алқасының, бір жағынан енді мен мысалы төрағасы болуға да шамам жетпейді қазір. Потому что мен қай уақыттан қашан мен жиналысып мені олар бәрі короче шалдар алқасы ничего не решает. Поэтому мен особо не қылмаймын. Босқа жүруге ниет жоқ. Просто иә, босқа жүруге не жоқ. Енді бар менде Серік деген бар Сұрымда. Сол бәрі үшін сол жүгіреді. Бізді осы санаторий үшін менен 2 жас үлкен. Садырев Серік деген.
сол кісі әйтеуір қимылдауына әрекет етіп жатыр. Қимылдап жүгіріп жатыр, ол өзі подвижный мужиктен де, шалқып қалған да мужик дейді. Енді осы ауылдың әкімі сайланды ғой, өздеріңіз сайладыңыздар ма шыны керек? Иә, өзіміз немізді, білмеймін, кімге сайладыңыз, бірақ енді өзіміздің ана жігіттің орнына жіберді ғой. Бұл енді біраз істеп қойған, оған не жоқ, бірақ енді білмеймін, ақшасы не істейді. Короче, білмеймін, особо проблема жоқ. Не горит етіп баратқанда, содан айтпақшы, ең бұла мынау неге ешкім жер аудармайды, көңіл бөлмейді. Мынау жағы Тоқаевтың жағы несі бар ғой, 2 километрге дейін деп естідім, бірақ 1 километр тоқшын енді. Ешқандай не егілмесін, мал жайылсын, мал жайылым. Оған ешкім не бөлмейді, әкімде қарамайды, не қылмайды да. Баяғы алған жағы жерлерді, мінеден шыға берсін, не дейді, жаулап алған дейді ғой. Сол мал жайғызбайды көбісі. Кімнің жері ол? Жер мынау ауылдың жері. Міне анеден 1 километр емес, түссең уже огород егіле бастайды уже. Кім еккен ол? Ой, осы ауылдың нелері, анақтан нелер жерді алып алған өзі жағы не дейді, 49 жылға. 49 жылға береді. Қай жыл алды оны? Көп болды олардың алып қойғанда. Соны бермейді, уже Тоқаевтың несі шықты. Бурныйда осыдан 2 жыл бұрын бәріміз шақырды шалдар алқасын, сельсовет бәріміз бардық. Сонда сұрақ қойдым мен. Хорошо, мына қазір осындай Тоқаевтың жағы қаулысы бар, осындай айналадағы 1-2 километрге дейін жайылым болсын, ешқандай ешкім не егілмесін деген сөз. Ол неге іске аспайды дедім, сонда айтты, енді біз не істейміз, оны алып қойған. Енді Север Қазақстанды мен айтдым, Север Қазақстанға не қылып жатыр ғой? Алып жатыр ғой, прям телевизорды көрсетіп жатыр, бәрі шығып, әкімшіліктің өзі шығып, жерін алып беріп жатыр халыққа, жайылымға. Жаңағы телевизорды көрсетіп жатыр ғой, траншея қазып сатты, даже неге өте алмайсың, кейбір ауылдарға кіре алмайсың. Келесің, траншея машинаңды әнер қойып, жаяу кіресің. Қоршап алған, ана мысалы үй салсам, мына жақтан қоршап тастаған. Пустой жерді, сол сияқты. Жайылым жоқ қой ауылда? Жайылым жоқ, өте қиын жайылым. Мынау сиыршы бар, не бағатындардан обал қандай. Қанша үй тұрады бұл ауылда? 30 үй тұрады. 30 үй тұрады. Бір 34-35 үй бар, 4-5 үй бос. Жайылымды сүнгей мен нелерге айттым. Мен жағы осы жерлер барға айттым. Сендер не емесің, осы ауылдың адамдарсың да, жайылсын да елге, жандарың ашмаймын, өзіңді малың жайылып жүрген, енді көк айтамыз, біз ондай не болса, біреу 1 жылдар уступать етіп екпеді. 1 жыл жайылды, сонда маған нелердің бәрі рахметін айтты. Қойшылар, малшылар, сіздің арқаңызда емін-еркін жайып қалдық, демалып қалдық қой деп. Қазір егіп тастайды, болды, жоңышқа шөп тастайды, арпа егіп тастайды. Қиын. Мал жайылым жоқ, мына жақтың бәрін жаңағы енді ол заңды шығар, енді алып қойған жаңағы осыдан. Осыдан 1 километр трасса тұрған ол. Трассаның жоғарысының бәрін алып қойған оны. Оны баяғыда не кезінде берген. СССР кезінде. СССР тараған кезде берген. 49 жылдық деген сол кезде болды ғой өзі. Сондай 49. Сонымен енді оны не айтпай, мына жерден шықсаң міне малға жайылым жоқ. Сол мен өзім мал ұстамаймын, қазір шамы келмей қалды. Әйтпесе салдым кезінде мал. Қазір шамы келмейді, бірақ просто елдің көріп жүрмін екен. Ең проблема қазір мал жаю несі, мәселесі. Сол. Болды, көп рахмет. Көтереміз бұл мәселені. Жаңағы адамдардың жерлері бар, жері жоқ емес, басқа жерде жері бар. Пәленбай гектар жері бар. И плюс мынаған келіп жармасады біздің. Енді көге ауылда жұмыс жоқ қой, енді жастар көбісі часто істейді, біразы көбісі қалада жаңағы вахтовый методпен істейді. Тек берді көбінесе жағы мұғалім болды жұмыс. Ауылдан адам азайып жатыр ма? Енді біздің тұрғындар сол баяғы не ғой енді. Жастар кетіп жатыр? Жастар кетіп қалды бәрі, почти көбісі кетіп қалды. Жас жоқ қой қазір ауылда? Бәрі кетіп қалды бәрі. Потому что күнкөріс жоқ, жұмыс жоқ. Оны қойшы ол енді не емес қой оны. Просто қазір қалған елдерге жайылымды беріп, малына условия создавать етсе. Көке, бұл жақта үй бұрын көп болды ма? 40 үй, 50 үй болып қойды? Союз кезінде көп болды ғой. Союз кезінде видео көп болды, берді, не болды үшін. Тарап кетті ғой кейіннен? Иә. Жұмыс жоқтығынан? Иә, жұмыс жоғынан тарап кетті. Берді үшін жақсы болды, веселый жизнь болды берді. Мен ол кезде жақсы едім даже. Клуб бар едім. Айтқандай мәдениет үйі бар ма қазір? Мәдениет жоқ, ондай мәдениет жоқ. Болып па еді? Клуб бар едім, кейін совет еліп құлағаннан кейін онда бір тепе жоқ. Болған мәдениет үйін жоқ қылып жіберді. Мәдениет үйі емес, клуб ашық. Клуб. Ой, онда не болған? Сіздерде ауылда концерт ештеңе өтпей ме? Наурыз? Қазір жастар ондай қарамайды, қызықпайды олар. Бәрінің телефон.
Сіздерге көңіл аудару келмей ма әкімшіліктен? Біз енді қазіргі ол жағынан білмеймін, мен ол жағынан қиналмаймын, елдерді қиналып жүрген жоқ. Бәріміз телевизор қадаймыз, сериал көреміз. Иә, Сериал бір нәрсені көреміз. интернет қалай аға? Интернет қалай тартады? Интернет ұстайды. Жақсы ұстай ма? Ұстайды. Балдардың бәрі, нелердің бәрі телефон. Иә, қазір барлығы телефон. Мен даже айтырмын, кішкентай немерем телефон бермесең өкпелеп кетіп қалады. Иә. Содан қазір основной мәселе қазіргі жайылым. Болып көріп келе жатырық, жайылым, жол, мусор ауыл. Бұяқтың бәрін жаулап алған. Көбе мусорды қайық шығарасыздар, мусор тек проблема ғой Бір апта болды, бір нелер шығарды. Енді әнеді бір шұңқыр бар, елдің бәрі сөйлеуге барып төгеді. Сөйлеген аяқта бір не соғамыз деп еді, ана поворотта. Елге бар төгіп бар. Жолдың бойы? Иә, жолдың бойы, тура. Ол әкімшіліктен белгіленбеді ма, ана жаққа төгіңдер деген? Әкімшіліктен белгіленген сол әлі күн бір сырадығын бір жинап әкетті. Айтты, каждый четверг деді ме, среда деді ме, машина келіп тұрып, алып тұрысты мақылды, келісіп бәріміз қол қойдық. Жақсы екен. Бірақ енді білмеймін. Болды, көке. Рахмет сізге. Иә, основной проблема сол майлы жайылымы қазір. Қазір горит етіп тұрған, басқасы нормально. Свет те жанады, газ да бар. Рахмет, көке. Иә, сендерге де рахмет. Аха. Ауылды арабай қарай. Қай ауылға барасың? Осы ауылды бір арабайық, сосын бұлай қарай жаңа ғана Нұрлы кент дейма сондай бір ауылдар бар екен ғой. Түгел арабаймыз. Кеттік әрі қарай. Мүлде назар аударылмаған, халықтың іші толып қалған. Айтары көп. Осы стадионды ауыл әкімі осы жақтың баласы деді, әйтеуір қолға алып соғып берді деді. Халық әйтеуір оған да рахметін айтып жатыр. Оған да рахмет. Балалар ойнайды екен бір мезгіл, бірақ мүлде көңіл аударылмаған ауыл бір футбол ойнайтын алаңша салғанына мәз мейрам. Рахмет деп жатыр. Енді біз мынандайларды айтпай-ақ қойық. Бұл бал ойнаған жерде болады мақұл. Бұның бәрі ретке келтірілетін нәрсе. Бұның барлығы ше. Бастысы бар. Әйтеуір футбол алаңшасы бар. Бір ақсақалды көрдік, мұң-мұқтажын айтып берді. Басқа тірі жан жоқ. Ол кісінің өзін шарбағын аяғында жұмыс істеп жатқан жерден шақырып алдық, көрдіңіздер ғой өздеріңіз. Енді көшеде ешкім жоқ деп әкімді айыптай алмаймыз. Бірақ басқа нәрселермен айыптайтын жөні көп болып тұр ғой. Теріс ауылына ат басын келіп тіредік. Енді бұл жақтың жай күйі қалай? Халықтан сұрап білейікші. Теріс ауылының ішінде жүрміз. Медпункт бұл жаңадан ашылған. Бірақ халықтан сұрап атсақ, ішіндегілерден сұрайықшы. Қосмаға. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Жұмыс істейсіздер ме осында? Сіздерге жалпы мұқтаж емессіздер ма ештеңе? Аппаратураларыңыз бәрі бар ма? Мен есім Саламат болады, Сертинформ ақпараттық порталына журналист боламын. Ауылдарыңызға қонаққа келдік, аралап жүредік қазір. Ауылдарыңызды. Қалай жұмыстарыңыз қалай? Барлығы жүйелі ма? Жұмыс жақсы. Былтыр ғана кірдік, жаңадан здание соғып бізге өкімет. Көп рахмет. Бәрі жеткілікті, ішінде бәрі бар. Бүкіл мебелімен берді. Ауылда қандай мәселелер бар? Білмеймін, бізде мәселе жоқ. Барлығына ризасыздар. Тамаша, керемет. Біз соны көріп жүргенбіз, ауылдарыңызды сұрап, біліп. Медпунктте қазір адам бар ма? Бар. Көрсек. Біз әші кіре береді. Сіздер жұмыспен бара бересіздер. Әшін көріп шығып қайтамыз ғой. Сіз не істейміз? Жұмысыңызбен жүре бересіз, біз сіздің жолыңызды байламайық. Жолыңызды байламайық. Мәні осылай болу керек қой, бағанағыдай емес. Жап жаңа медпункт. Тамаша барлығы. Әпке, саламатсыз әпке. Қалайсыз, қалыңыз қалай? Кірсем рұқсат па? Есім Саламат болады, Сертинформ ақпараттық порталына журналист боламын. Мен әкімшілікке бардық, жалпы медпункт аралап жүргенбіз, сіздердің новый медпункттарыңыз қазір қал жағдайы қалай? Ашылғанына бір жарым жыл болды. Қазіргі науқастар келе ма, тіркеле ма? Иә, тіркеледі. Барлық нелеріңіз жаңа ма, жақсы ма, ескілер бар ма? Ештеңеге мұқтаж емессіздер. Тамаша барлығы. Ауылда ше әпке? Ауылда да барлығы жақсы. Керемет, тамаша. Соны біліп, жай сұрап, кіріп, шығып жүрік. Қуаныштымыз бізде жаңа болған үшін.
бірақ жаңа не түсіп жатыр екен. Сіздерге қатысы жоқ қап бұл. Сіздердің жұмыстарыңызға рахмет. Ақ қабатты абзал жандарды биік қоямыз біз дәрежесін. Сіздерге көп рахмет. Бірақ маған соққан кісілер, мердігерлер. Медбике ішінде отыр. Енді ол кісілердің жұмысына біз мін таға алмаймыз. Себебі өз қызметін, өз жұмысын атқарып жатыр. Науқастар келсе қарап жатыр. Бірақ қатты қорқытып қойғанда ішіне журналистерді де кіргізбе, болмаса білмеймін. Қысылады қатты, қорқады. Мен ол кісілерге айтып жатырмын да, мен сіздерге ешқандай тағар мінім жоқ. Бұл тек медпункттің ашылғанына көп уақыт болған жоқ. Жаңа өзім видеода көрсеттім ғой. Сондай бір кемшіліктер болып жатса, алдын алу мақсатында жөндеу жұмыстарын ертегі жасап жіберсе деген. Ал ақ қабатты абзал жандардың жұмысына кедергі келтіру біздің мақсат емес. Біз ол кісілерді әрқашан қолдаймыз. Бұяқта Мынам бәрі қысқа білмеймін. Мына көп үй ма? Бұл жақта 40 бар. Аха. Мына жақта бір 60-70 бар шығар. 100 шақты үй деңізші. 100-ден көп, бұл жақта 100 десең 140 үй ғой. Қандай мәселе бар ауылда? Қандай мәселе керек? Проблема бар ма? Шешу керек. Көп қой проблема деген. Қойыңызшы. Дағдарыс қой бәрі қазір. Аха. Мынау мен сүріп жатырмын, кетті. Жоқ енді. Блогер. Жоқ енді ауылда мәселелер бар ма деп жатырмын ғой. Газ бар, су, свет бәрі жеткілікті. Басқа қандай проблемалар бар? Бәрі бар, газда свет бәрі бар. Ауылда жастар бар ма? Жастарға жұмыс табылып жатыр ма? Бар ғой, жастарға да жұмыс. Табылмаған бәрі қалай кетіп жатыр. Сөйтіп жатыр ма? Адам саны азайып жатқан жоқ қой, жастар бармай тұр, жастар азайып жатқан жоқ па? Жастар көп қой, сен неге баршы қазір? Бақалға баршы. Аха. Бақалға бар да, клубқа кіресің, клубтың қасы клуб тұр, клуб жарында стадион түрлерінде, стадионда балалар ойнап жатқан жүр, кішкентай балалар, ауыл балалар бар, сол жерде бәрі бала шағасы садик. Ол осы жаққа қарай ма? Бірақ көше ортасына барғанда клубтың қасына тоқтада, содан түсіп кетсең садигінде жаңа стадион тұр, андай маленький бәрі тұр. Бұл жақта мектеп бар ма бұл ауылда? Дәу мектеп бар, бірақ мектеп. Аяқтағы орысаққа оқиды ғой. Сағынып келсең бауырым құшақ жаяр ауылың деп Бақалыға кеп қалдық. Жуалының ауылдарын кезек-кезек аралап жатырық. Бұл жақта қандай мәселе бар екен? Көрейік. Ауылға кірген бетте оң жағында Мырзахмет ата мешіт тұр екен. Керемет, мына ауылда жағдай жақсы сияқты. Дұрыс қой, ауыл осындай болса керемет қой. Елдер ауылдан кетпес бет. Бақалыға келдік. Ар жақта медициналық пункт дейді. Кеттік, кіріп көрейікші. Жағдай жасалған. Жабық. Пунктте ешкім жоқ. Білмеймін, мүмкін бір жаққа шығып кетті ма. Қазір қайта келеміз. Мәдениет үйі, кітапхана бірге орналасыпты. Кіріп көрейікші. Ассалаумағалейкум аға. Қалайсыздар, шығасыз? Серт информ ақпараттық порталынан есім Саламат болады, журналист боламын, ауылдарыңызға қонаққа келіп қалдық. Жалпы Жуалының барлық ауылын аралап жүріп, ішін көріп. Қалдарыңыз қалай? Сабақ өтіп жатса деймін. Үйірме десіз? Керемет. О, күшті моменттен түстік қыз. Керемет. Қандай керемет көрініс? Оқырмандар бар ма қазір ауылда? Иә, бар оқитын оқырмандар бар. Кітап оқитындар. Иә. Жалпы қандай кітаптар қазір сұраныста? Сол баяғы кітаптарды оқи ма? Махаббат қызық мол жылдар. Абай жолын сұрайды көбінесе. Ілияс Есенберлиннің кітаптарын сұрайды, үлкен аталарымыз осы ауылда. Жастар ше, жастар кітапқа бар ма? Жастардың көбісі қазір андай психологиялық сұрайды да. Біз мысалы бізде ана бар,
қандай еді? Адам психологиясы сондай кітаптар бар еді ғой. көбінесе сұрайды. Аха. Бизнес кітаптар сұрайтын шығар жастар қазір. Бірақ онда енді бізде андай жеткілікті емес. Иә. Бірақ барынша тауып беруге тырысамыз. Көп рахмет жұмыстарыңызға. Бақалы ауылында кітапхананың ішінде халыққа қызмет көрсетіледі екен. Онда арнайы компьютерлер орналасылған. Немесе өз-өзіне қызмет етуге болады. Немесе осы кісі көмектеседі. Сіз сонда бір жерде екі қызмет атқарып отырсыз ғой, мықты екенсіз. Жоқ, енді халыққа көмектесіз. Мен әдіскермін. Кітапханашымыз қазір жаңа ғана шығып кетіп еді. Сіз әдіскерсіз ғой? Әдіскермін. Осы егов сайтынан нелер шығарамын. Халыққа үйретеміз. Эцпа ашамыз. Нарко, псих деген сияқты ше. Мықты. Ауылда қарастырылған. Керемет. Сондай шығарамыз. Бұл арнайы әкімшіліктің қоюымен ба? Тамаша. Керемет. Бұл ақыл емес қой? Ақыл емес. Интернетке отыратын мұғалімдер, мысалы, медицина қызметкерлері. Жаңа ғана мынау кісі интернет пайдаланып отыр. Керемет. Мықты. Ауылдарда қарастырылмаған көп ауылда бұндай мүмкіндіктер. Бізде бар. Wi-Fi бар, иә? Wi-Fi бар. YouTube Келген оқырмандар үшін тегін. Барлығы. Қызмет көрсету. интернетке отырады. Қандай үйірмелері бар? Соны өзіңіз біліп санап айтып бересіз ғой. Домбыра үйірмесі, болашақ жас Әншілер үйірмесі, алтын оймақ қолөнер үйірмесі. үш үйірме. Үш үйірме бар. Осы жайлы сандарда тұрады 9, 8, 9-а. Қатысушы адамдар саны жаңа домбыраға үйірмесіне қазір енді дүниеде 10 шақтан асты. Өйткені теріспен бақылау жақын болғаннан кейін оқушылар өздері келіп қатысып жатыр. Болашақ жас әншілерге ол 8 бала қатысып жатыр. Олар да 10 шақтаға жетіп қалды. Ата мен айтты мен едім деп ұмтылып жатқан жас балалар бар. Үш үйірме бойынша үйреніп жатыр ғой. Суреттерде мынау тұр. Одан кейін алтын оймақ қолөнер үйірмесімен ауылдың келіндері, қыздары бәрі үйренді міне. Суретке түсіріп бәрін осылай шығарып қойғанбыз. Енді бұл клубтың өзі 79 жылы құрылысы басталып, 82 жылы толық елдің несіне берілген еді. Содан бері тіпай қызмет істеп келе жатыр. Енді Күрделі жөндеуден қашан өтті аға? 11 жыл өтті. Күрделі жөндеуден. Күрделі жөндеуден 11 жыл өтті. Іші сыртын бәрі. Енді Алла қаласа тағы да бір жасап береміз деп жатыр. Жоғарыдағы кісілеріміз Құда қаласа, ол да болып қалатын шығар, жақсы ниетке, жақсы қуанышқа. Елдің бірлігі үшін, ырыс үшін осы ортақ дүние ғой. Соған еді. Барлықтарын істеп жатыр. Міне ана жақта шыққан жаңа дүниелер, мына жақтағы жаңа дүниелер өзімізден де аудандағы метод кабинеттің қыздары көмек беріп тұрады. Сіз біраз жылдан бері ұстаз екенсіз. Шәкірттеріңіздің ішінде республикалық деңгейге шығып, жақсы нәтиже шығарып жатқандар. Атап айтсаңыз, айтып өтсеңіз. Біз енді өмір бойы осы мектепте жұмыс істедік қой, 50 жылға жуық. Мынау өнер саласында қазір бізде Оспан Ғалымбек деген оқушымыз бар. Ол мына жүргенімді бітіріп, қазір Мұхтар Әуезов драма театрында актер болып жұмыс істейді. Одан басқа биыл ғана бітірген мынау кім? Мадияр. Қойбақыт Мадияр. Биыл ғана жаңағы сол жүргеніп академиясын бітірді, өнер академиясын. Қазір Ақтөбе қаласындағы драма театрда жұмыс істейді. Биыл ғана бітірген жаңағы Кәмшат бар, Молдабай Кәмшат. Молдабай Кәмшат. Ол Алматыдағы жаңағы Кухня театрда жұмыс істейді. Көп енді республика көлемінде, облыс көлемінде, бүкіл Қазақстан көлемінде мен оқушыларым өсіп жұмыс істейді. Бітірген осы салада, осы оқиды. Бітіргеннен кейін әр салада жұмыс істейді. Әйтеуір барлық музыкант болып кетсе де, театрда, өнерде, басқа салада биыл да біраз оқушыларымыз бітірді институтты. Екеуі де тіл әдебиетке түсті, қазақ тіл әдебиетіне. Біреу Көкшетауда, біреу Алматыда. Көп рахмет. Енді облыста ауданда көп шәкірттер. Көп рахмет осындай нәтижелі ісіңіз үшін. Сізге көп алғыс білдіреміз. Сізге сәттілік, жақсыға рахмет. Өздеріңізге рахмет сізге. Алла амандығын берсін, жұмыстарың алға баса берсін. Елім, халқым, жұртым аман болсын, тыныштық аман болсын. Өнеріңіз өсе берсін.
Мәдениет үйіне кірдік, көрдіңіздер. Барлығы тамаша жұмыс істеп тұр. Меңгерушісі шықты, үйірме өтіп жатқан ағайымыз шықты, кітапхана өз деңгейінде, тіпті өз деңгейінен де жоғары жұмыс істеп тұр. Енді мына жақта жалпы бақалы ауылы мен көңілімнен шығып жатыр. Керемет ауыл екен, ойын алаңшасы бар. Мұнда стадион бар екен. Керемет тамаша ауыл. Мұнда садик орналасқан. Балабақша ғой. Ана бір жерде мектеп. Барлығы тиіп тұр екен да, бір көшеге келесің, бәріне кіріп шығады екенсің, жақсы екен. Бірақ білмеймін, бір жаққа кетіп қалды ма, шұғыл шақырту болды ма, медициналық пункті жабық тұр. Мектебіне кіріп көрейік. Кішігірім ғана бастауыш мектеп болу керек. Мектебіне келдік. Енді осындай шағын мәселелер бар, түсіріп қойсаңыз болады. Жуалы ауданы білім бөлімінің бақалы бастауыш мектебі. Бисмилля. Кіріп көрейікші. Саламатсыз ба әпке, қалайсыз? Есім Саламат болады әпке. Журналист болам, Сертинформ ақпараттық порталының. Ауылдарыңызға қонаққа келіп қалдық. Жуалы ауылындағы ауылдарды арбап келе жатырық. Теріс, бақалы, клубты көрдік, тамаша керемет екен. Мектептеріңізге келдік. Көрдіңіздер? Иә, көріп соны. Оқушылар бар ма қазір ауылда? Мен оқушылар кетіп жатыр деп жатыр. Жастар кетіп жатыр деп жатыр. Оқушыларымыз мен кетіп жатыр. Кіріңіздер. Тамаша. Жоқ, кедергі келтірмейік сабаққа. Аха. Мына мектебіміз. Бұл 4 жылдық мектебі. 4 жылдық бастауыш мектебі. Қанша оқушы? Бастауыш мектебі. 27 оқушымыз бар қазіргі таңда. Аха. Жалпы 4 жылдық. 4 жылдық, иә. Мынау мекеме қай жылғы әпке? 1954 жылғы қолданысқа берілген. Күрделі жөндеу соңғы рет қашан өтті? 97 жылы өтті. 97-тен бері күрделі жөндеу өтті. Ауыл әкімдігі қарай ма? Қарайды. Келіп тұрады ма? Иә, келіп тұрады. Қарап тұрады, қоршаудың бәрін района істеп берді. Барлығын істеп береді, көмектеседі. Сіздердің жұмыстарыңызға біздің наразылығымыз жоқ. Тек қана осындай ескіргендерді әкімшілік жөндесе дейміз ғой. Сіздерге алғысымыз шексіз. Көрсетіңіздер. Иә. Шамау ескірген екен, пол ескірген енді. Сол кезде соғылғаннан ғой, бұл полдар. Сол кезде Бұл соғылған. қай жылда дедіңіз? 54 жылы қолданысқа берілген, 1954 жылы. Мынау пол 54-тен бері әлі тұр. 97-те де ауысқан жоқ бұл. Жоқ, пол ауысқан жоқ, тек қана есіктер, шатырды ауыстырып берді, есіктерді ауыстырып берді, терезені ауыстырды. Мәселе туындамай ма, су ағу, қыста, көктемде? Барлығы жақсы. Көп рахмет сіздерге. Аудандағы бірқатар ауылдарды араладық, халықтың мұң-мұқтажын естідік. Кейбір ауылдарға көңіліміз толды. Енді әрі қарай жалпы аудандағы түйткілді мәселелерді Жалғас Алижанұлымен бірге талқылайық. Қайырлы күн, Жалғас Алижанұлы. Сіздің әкім болып тағайындалғаныңызға 3 жылға жуық уақыт болыпты. Негізі әрбір әкімді кризис менеджер деп атайды. Сіз осы әкім болған уақытта ауданда нақты атап айтарлық қандай 3 мәселені шеше алдыңыз, немесе алдын алдыңыз? 3 мәселе. Қайырлы күн, сұрағыңызға рахмет. Мен 2022 жылдың маусым айында әкім болып тағайындалдым. Онан кейін араға 1,5 жыл салып сайлауға қатыстым. Халықтың ықыласы, халықтың сенімінің арқасында ауданға қайтадан әкім болып сайландым. Енді сол 2 мерзімді қосқанда 3 жылға жуықтап қалды ауданға келіп қызмет атқарғаныма. Жалпы кризис менеджер деп дұрыс айтасыз. Әкім болғаннан кейін жан-жақты болу керек. Өйткені мәселенің өзі сан алуан. Келе сап талдау жасадық ауданға. Қандай бағытта, қандай мәселелерді шешу керек деген. Енді өздеріңізге белгілі, Жуалы ауданы аграрлық өңір болып есептеледі. Сондықтан да мұндағы халықтың көпшілігі табысын осы ауыл шаруашылығынан табады. Онда өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы. Жалпы 97 мың гектар егістік жер бар біздің ауданда. Оның негізгі салалары арпа, бидай, мақсары. Одан кейін бұршақты дақылдар бар, картоп өнімдері бар. Осылардың көбісі ағын суды қажет етеді. Жылдан жылға ағын судың тапшы болып жатқанын сезіп отырмыз, барлығымыз.
жаңағы 97 мың гектар жердің 8700 ғана бізде суармалы болып табылады. Ең бірінші кезекте ағын су тапшылығын шешу мәселесі алдымызда тұрады. Жалпы аудандағы суармалы егістік жерлерді суару жүйесі бізде 3 бағытта 3 арна арқылы жүзеге асады. Ол бірінші Көксай, шатқалынан ағатын Көксай өзен арқылы мынау ауданның күнгей беткейіндегі ауылдық округтер су ішеді. Одан кейін Ақсай суландыру жүйесі бар. Одан кейін мына Теріс өзенінің Тихий канал арқылы да бізде суландырады. Енді қазіргі таңда саннан сапаға көшу бағытында жалпы су үнемдеу технологияларын қолдану қарқынды дамып келе жатыр Жуалы ауданында. Оларға енді мемлекет тарапынан да қолдау керек. Қазіргі таңда су үнемдеу технологияларын ендіру үшін ол бірінші кезекте құдық қазылу керек. Яғни жер асты суына былайша айтқанда қолжетімділік пайда болу керек адамдарда. Осы бағытта қазір мысалы биылдың өзінде облыс басшысы тарапынан қойылған бізде меже бар. 300 гектар жерге су үнемдеу технологияларын ендіру. Бұл қазір нақты бағытымыз бар біздің. Қазірдің өзінде мысалы Зілиха шаруа қожалығы 20 гектар жерге жаңбырлатып суару әдісімен картоп екті. Тура үлкен жолдың бойында. Ең бірінші бағыт мынау ауыл шаруашылығы бағытын әртараптандыру. Егін шаруашылығынан бастап, егін шаруашылығынан алынатын өнімді, яғни шикізат күйінде сатып жібермей, оны қайта өңдеу. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сол арқылы ғана пайдаға кенелетін халық ақырындап мойындап сезіп келе жатыр. Осы бағыттың аясында мысалы біз биыл бір жобаны қолға алып жатырмыз. Яғни Жуалы ауданы картопты өсіретін өңір болғандықтан, картоптан өнім шығару мақсатында былтырғы жылы облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес ауданның шаруаларымен бірге Қытай Халық Республикасына барып біз тәжірибе алмасу мақсатында көріп қайттық. Ол жердегі сублимированный метод дейді, өнім түрін кептіру арқылы өзінің құнары, өзінің сапасы бәрі бойында қалады, содан дайын өнім алынады. Яғни ол картопты сақтап отыра бермейсіз ғой, жыл 12 ай. Ол шірейді, бүлінеді, одан отход шығады дегендей. Ал осы технологияны ендіру арқылы картоп өнімінен сублимированный продукт алу бойынша жоба биыл басталады. Яғни ол жерден чипсы фри өнімдері шығарылатын болады. Қазіргі таңда шаруа қожалыққа осы аудан орталығынан 1 гектар жер бөлініп берілді. Инфрақұрылыммен толық қамтылған. Құдай қаласа соны бастайтын болады. Яғни өсімдік шаруашылығында да, мал шаруашылығында да ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу бағытын арттыру бірінші кезекте. Аграрлы өңір өнім болғандықтан. Мал өнімдерін қайта өңдеуді қалай арттыруға болады? Яғни Жуалы сүт өнімдерін қайта өңдеумен аты шыққан, білесіздер. Қазіргі таңда шағын ауданда 10 сүтті қайта өңдеу цехтары бар, ірілі ұсақты. Былтыр біреуі қосылды іске, биыл да біреуі қосылады. Осы арқылы халықтан шикі сүтті жинап, оны қайта өңдеп, одан сүт өнімдері шығару арқылы осы саланы арттыруға болады. Екінші, енді қазіргі таңда кішкене кенжелеп тұрған ет бағытында қайта өңдеу жобаларды жандандыру бойынша біз қазір инвесторлармен келіссөздер жүргізіп отырмыз. Осы бойынша айта кетсем, ет өңдеу бойынша осыдан 1 жыл бұрын облыс әкімі іс-сапармен тұрғындармен кездесу кезінде сізге тапсырма берді. Қытайға барып инвестор тартыңыз деп. Сіз жаңа өз сөзіңізде айтып жатсыз, Қытайға бардық деп. Дәл сол кезде облыс әкімі айтқан болатын, осы 1 жылдың ішінде кем дегенде 1-2 инвесторды алып келіп, ет өңдеу сынды кәсіпорын соғуды жүктеді сізге. Осы 1 жыл ішінде осы мәселе шешілді ме? Енді бұл жерде нақты ет өңдеу деп қатып қалған нәрсе жоқ. Жалпы ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу бағытындағы қайта өңдеу кәсіпорындарын құру бойынша тапсырма алдық.
біз облыс әкімінен. Ол тапсырманың негізінде жаңағы картопты қайта өңдеу жобасы биыл іске асады. Одан бөлек былтыр жылдың аяғына дейін осы тапсырманы орындау үшін біз бір сүт өңдеу цехын іске қостық. Биыл да тағы да біреуін іске қосамыз. Ол шетелдің мынау оборудование дейді ғой, құрал жабдықтарының қатысуымен өзіміздің жергілікті жердің азаматтары жүзеге асырып жатыр. Тамаша, жаңағы үш мысалды нақты айтып кетсек, су мәселесін шештіңіз? Енді бұл жерде нақты айтқанда бір мақтанғандай болып қалмайық, мынандай мәселелерді шештік деп. Бұл біріншіден мемлекеттік деңгейдегі қолдаудың нәтижелерінде шешіліп жатқан дүние. Яғни тұрғындарға қолайлы өмір сүру үшін ең бірінші не керек? Ең бірінші сапалы ауыз су керек. Көгілдір отын керек. Жол керек, байланыс керек. Қазір бізде биылғы жылы Бақалы ауылында орталықтандырылған ауыз су жүйесі жүзеге асып жатыр. Сол орталықтандырылған ауыз су жүйесі жыл аяғына дейін толық аяқталып, президенттің 2025 жылдың аяғына дейін елді мекендерді сапалы орталықтандырылған ауыз суға қосу тапсырмасын 100% орындаймыз. Мен келгелі бері 2022 жылдан бері 12 ауылға орталықтандырылған ауыз су жүйесі кірді. Бұл ең бірінші кезекте мемлекеттің қолдауының арқасы, оның кейін басқа құжаттарын дайындау, оны мерзімде ұсыну, бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне, оны келген ақшаны сапалы әрі уақытылы игеру, ол біздің міндетіміз. Екінші мәселе жаңа айтқан көгілдір отын, табиғи газ. Бізде Белкөл аймағында 4 елді мекен қалған болатын. Табиғи газға қосылмаған 49 елді мекеннің ішінде. Соның барлығына делік біз құжаттарын әзірлеп, магистралды трассаны былтыр бітірдік. Былтыр 2 ауылдың кварталішілік газдандыру жүйесін бітірдік. Енді биыл облыс әкімінің қолдауымен қалған 2 ауылға, яғни Абдықадыр және Дарбыз ауылдарына кварталішілік газ тарту жүйелеріне қаражат бөлініп, қазіргі таңда мердігер мекемесі анықталып, жылдың аяғына дейін, Алла қаласа, Жуалы халқы 100% газдандырылатын болады. Бұл екінші мәселе. Енді үшінші мәселе, ол көптен шешімін таппай келе жатқан мәселелер. Ол енді қазіргі таңда сен қозғалып бір шешімін тапқандай болып тұр. Ол мына мысалы тура біздің аудан орталығынан темір жол өтеді. Ол архитектуралық жағынан да, жалпы тұрғындардың ары-бері қатынау жағынан да өте үлкен бізге шектеу. Өйткені темір жолдың өзінің санитарлық зонасы бар, басқасы бар деген сияқты. 15 000 халқы бар аудан орталығының тең жартысы темір жолдың астында, тең жартысы темір жолдың үстінде орналасқан. Осы екі жаққа қатынау үшін 1916 жылы суағар болып соғылған, қазіргі таңда көліктер қатынайтын, халықтың арасында тесік көпір деп аталып кеткен, бізде көпір бар. Соны заманауи үлгіде екі бағытта да көліктер қатынайтын жер асты өткелін салу бойынша келесі алып айналысып, осы мәселемен соған биылғы таңда 200 миллион теңге жұмыстарын бастауға қаражат бөлінді. Мердігер мекеме анықталды. Құдай қаласа бұның да жұмыстары басталып, бұл жұмыстарды да сапалы аяғына дейін жеткізетін болсақ, бұл да бір халықтың игілігі үшін жасалған дүние болар деп есептеймін. Ғасырлық мұңға айналған тесік көпірінің мәселесі биыл шешіледі ме? Әлде алдағы 3 жыл, 2 жыл? Жоқ, ондай емес. Жалпы бәрі деп айтпай қойын, енді бұндай үлкен жобалардың 80-90% қаражатқа кептіріледі. Білесіздер, біз жобалық сметалық құжаттама әзірледік. Жобалаушы мекеме Алматыдағы метроны жобалаған мекеме. Өте қиын жоба. Жағы үстіндегі темір жолда 5
жол бар, 5 веткаш. Яғни пойыздарды тоқтатпай, бірінші екеуін, онан кейін үшеуін жасау арқылы бұл күрделі жобаны жүзеге асыру жоспарлап отырмыз. Жобаның құны миллиардқа жуық қаражат болды. Қазіргі таңда мердігер мекеме 920 миллион теңгеге ұтып алды. 200 миллион теңгесі биыл келді. Енді қазір өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Мемлекет қаржысын үнемдеу деген әңгіме көп айтылып жатыр. Ол өте құптарлық әңгіме. Егер қаражаты толық келетін болса, біз биыл жылдың аяғына дейін аяқтаймыз. Қаражаты толық келмейтін болса, келесі жылға өтпелі болады аталған жоба. Бағана айтып кеттік, су мәселесін шешілді деп ше, біразы. Күреңбел ауылындағы құбырдың ескіруінен тіршілік нәрінің тоқтап қалуы шешілді ме? Былтыр осы мәселе айтылған еді. Тіршілік нәрі тоқтап қалды деп айтуға болмайды онда. Енді ол бойынша ақыр сұрақ көтерілген екен. Мен кішігірім сіздерге түсіндіре кетейін. 1960 жылдары соғылған су құбыры қазіргі таңда ескірген, асбест трубадан жасалған. Ол бастауын анау бұлақ суларынан алады. Сол арқылы ауылдың тұрғындары су ішіп отыр. Жаңағы бастаудан бастап ауылға дейін 11 шақырым трасса құрайды, қашықтықты. Соның ең ескірген жерлерін аудандық бюджеттен қаражат бөліп, біз 8 шақырымын ауыстырып бердік. Уақытша мәселені шешу үшін. Екіншіден, 2010-12 жылдары жер асты су қорларын барлау жұмыстары жүргізілді. Ол яғни елді мекеннің жанында ауыз су қор бар ма, жоқ па? Күреңбелде подтверждение запас воды дейді жаңағы, енді жер асты су қорының дәлелдемесін берген, дегенмен ол скважинада су тартылып кеткен, біріншіден. Екіншіден, ол мазараттың жанында санитарлық талаптар сақталмай қазылған кезінде. Бұға дейін ол жобаны баяғыда жүзеге асырып қоятын еді. Осындай мәселелер туды. Оның кейін біз отырып ақылдаса келе қалай шешеміз деп бұл мәселені. 10 шақырымдай жоғары жақта Қоңыртөбе деген ауыл бар. Сол жаққа ауыз су жүргіздік біз, скважина қаздық. О жақтағы судың лимиті жер асты қорының жетеді. Екі ауылдың да енді алдағы уақытта өсіп жататын болса да, екі ауылға жететінін дәлелдеп, ақыры шешім табу керек болғаннан кейін Қоңыртөбе ауылынан Күреңбел ауылына су тартып алып бару құжатын әзірледік. Екіншіден, біз бұны жаңа құрылыс қып әзірлейік деп едік. Ең сорақысы, елді мекендері жаңағы ауыз сумен қамтылған, қамтылмаған болып бөлінеді. Оның тізімі реестр министрлікте барды. Ауыз сумен қамтылған елді мекендердің ішіне кіріп кеткен Күреңбел ауылы. Қамтылған рас қой, бірақ тозығы жетіп отыр да. Онда су жоқ. Онда тұрғындарға фактически су бармайды көпшілігіне ше. Сондықтан да біз оны жаңа құрылыс қолдау таппағаннан кейін қайта жаңғырту деп жобаны қайта әзірлеп, миллиардқа жуық қаражат, бұны тоже талап етілетін жоба болды. Сол қаражатын әзірлеп, біз республикаға өтінім ұсынып, былтыр жан-жақты қолдау көрсеткен тиісті сала мамандары бар, басшылары бар, министрлік өкілдері бар, парламент, сенаты мен мәжілісінің депутаттары бар. Сол кісілерге рахмет. Биылғы жылға 440 миллион теңгесі қолдау тапты бұл жобаның да. Мердігер мекеме анықталды. Тараз құрылыс компаниясы. Олар да алдағы уақытта жұмысты бастайды. Құдай қаласа. Бұл жоба 2026 жылға өтпелі. Бағана біз ауданда аралап жүрдік. Осында сатылымда тұрған үйлер көп екен. 2 үйден кейін 1 үй, немесе қатар үйлер. Мұның себебі неде? Жуалық. Жалпы бүкіл біздің республикадағы мемлекеттегі проблема. Жаһандық үдерістер бар, жаһандық өзгерістер бар, жаһандық талаптар бар. Негізгі заман дамыған сайын үлкен қалаларда шоғырланады халық.
Мысал үшін 90 жылдары біз бала кезде Жуалының халқын 50 мың деп еститінбіз. 50 мыңның ар жақ бер жағы. Ол кезде енді немістер, гректер, украин, орыстар көшіп кетті. Орнына өзіміздің қандас ағайындар оралды. Сонымен баланс қайттан пайда болды ауданда. Қазіргі таңда ауданның халқы 54 мыңды құрайды. Яғни бұл жерде миграциялық оңда, терісте сальдо жоқ. Халықтың саны бір қалыпты қалыптасуда. Өйткені өзіңіз білесіз, мысалы жоғары оқу орнын бітірген азамат арман қуып, жалпы болашағы зор Алматы, Астана қалаларына қарай бет түзеу, ол заңдылық. Ол заңдылық. Ол екіншіден жастарды тұрақтандыру үшін ауылдық елді мекендерге, оларға ең бірінші кезекте қолайлы жалақысы көп жұмыс орындарын ұсыну керек. Негізінен қазіргі таңда айттым, ауыл шаруашылығы бағыты бізде, одан кейін бюджеттік мекемелер ауданда жастардың орналасатын жерлері. Қалған мысалы мен өткенде Алматыда бір апталық оқуға барып келдім. Достармен жолықтым. Әр салада жүрген жігіттер солар айтады. Студенттер 300 мың айлыққа келмейді дейді. Яғни 300 мың айлық берсең, студенттер ояқта істемейді дейді. Ояқта табысы халықтың жағына жоғары болғаннан кейін, жалпы ақша айналымы көп болғаннан кейін, үлкен айлық алғаннан кейін, енді өмірдің заңдылығы ғой. Қай жерде үлкен ақша бар, сол жаққа кетеді халық. Дегенмен енді қалай қызықтыруға болады? Бұл деген бүкіл бір экономикалық не ғой, кешенді қалыптасқан көрініс. Көп жалақыға жүгіруі заңдылық. Алайда Ақбастау ауылының тұрғындары айтқан еді, ауылда жұмыстың жалақының аздығынан емес, жұмыстың жоқтығынан жастар кетіп жатыр деп. Дәл осы Ақбастау ауылындағы бұл мәселеге бір көз шалдыңыз ба, немесе мәселеге шешімін табатын бір жобалар қолға алынды ма? Ақбастау ауылының тұрғындары өткен жылы облыс әкімі тұрғындармен кездесуде айтқан болатын. Дәл осылай. Жалақының аздығынан емес, жұмыстың жоқтығынан жастар кетіп жатыр деп. Ақбастау ауылының тұрғындары облыс әкімімен кездескенде бұл мәселені қай жерде көтерді? Дәл сол кезде айтты. Жоқ, қай жерде? Тұрғындар сұрақ қойды ғой. Сол кезде көтерді. Бейнесін көрсете аламын. Телеарнаға шыққан болады. Жалпы былтыр жылдың аяғында болу керек. Облыс әкімі келіп, Жуалы аудандарымен кездесіп, тұрғындармен халықтың алдында есеп берді. Ол жерде бұл мәселені көтерілген мен есімде жоқ. Енді жалпы нақты Ақбастау туралы әңгіме болатын болса, жерде шағын ауыл, Қарасаз ауылдық округіне қарасты, негізімен егін және мал шаруашылығымен күнелтеді халықтың басым көпшілігі. Одан бөлек ол жерде осы Жуалы ауданындағы білім басқармасына қарасты жалғыз колледж бар. Онда 260-тай студенттер оқиды жалпы. Енді ол Ақбастауға ғана тән нәрсе емес ол. Өйткені Жуалы ауданында бізде өндірістік аймақтар, болмаса өндірістік аумақтар сияқты үлкен завод, фабрикалар, үлкен кәсіпорындар жоқ. Негізі қазірге менің жастарға айтатын ақылым емес енді. Негізгі кеңесім, енді байқап жүрміз ғой қазір. Мемлекеттік қызметте болсын, жалпы жеке секторда болсын, жастар бірден басшы болғысы келеді. Бірден жоғары жалақы алғысы келеді. Мысалы, бүгінгі күнге бізде 10 штаттық бірлік бос тұр мемлекеттік қызметке. Ол өзіміздің аппаратта, бөлімде, оның кейін ауылдық округтерде. 2 рет, 3 рет, 4 рет олар бойынша біз не бердік? Жарияланды. Яғни келгісі келмейді. Ол деген не білдіреді? Ол жерде енді мемлекеттік қызметшілердің айлығы өте жоғары емес, білесіздер. Бас мамандардың қолына 160 мыңнан 200 мыңға дейін тиеді. Сол айлықты былайша айтқанда қанағаттанбай келмей отыр. Сондықтан да бұл қазіргі күннің мәселесі негізі. Ең бірінші еңбек етуді, тәжірибе жинауды ойлау керек жастар. Оның кейін тәжірибе жинақтап алғаннан кейін
пайда табу, кәсібін ашу, ары қарай дамыту деген нәрсе өз уақытысымен келеді деп ойлаймын. Яғни қазір ауданда жұмыссыздық деңгейі қанша пайыз құрап тұр? Жұмыссыздық деңгейі 4-6%. Дәл сол кездегі айтылған бір мәселе, қысқы қатал мекенге қуатты техникалар тағы да керектігін айтты. Бар деді, тағы да керектігін. Тартылды ма, жоқ тартылады ма, жоспарда бар ма? Енді бұл жылда қайталанатын проблема ғой. Бізде қыс мезгілінде жолдарды қардан тазалаудың 3 деңгейі бар. Ол бірінші республикалық мәндегі Батыс Қытай Еуропа жолы 49 шақырымды құрайды. Ауданнан өтетін. Ол өздеріңізге мәлім Қазавтожол мекемесіне тиесілі. Күтіп баптау жұмыстарына сол кісілер жауап береді. 2024-2025 жылдары қыс кезеңінде мен байқадым, ол кісілер материалдық техникалық базасы едәуір жақсарған. Жаңа техникалар алған, ауыр техникалар алған. Сондықтан да қанша боран болмасын, жарты күнде қарды тазалап, көліктің қатынасын қайта қалпына келіп отырды. Екінші, өзіміздің аудандық мәндегі жол, ол Бауыржан Момышұлы Қошқарата, Бауыржан Момышұлы Бәйтерек бағытына қатынайтын жолдар. Бұл жолдарда күтіп ұстаумен, баптаумен облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы айналысады. Өкінішке орай қазір мемлекеттік сатып алу заңында көптеген кемшіліктер бар бізде. Бірде-бір күрегі техникасы жоқ адам ұтып алады, келеді, сөйтеді да, дер кезінде жауған қардан, соққан бораннан жиналған қарды тазаламайды. Ал халық өзіміздікі ол жерде. Ертең сөз маған кеп дейді. Ол қай біріне түсіндіріп айтып жатасыз. Ол түсіндіріп айтудың керегі де жоқ. Оны мәселені шешуді ойлау керек, бірінші. Бұл облыстық мәндегі жолдың барлығын біз өзіміздің жуалысудың мекемесінің техникаларымен тазалаймыз. Одан бөлек өзіміздің аудандық жол бар, аудандық маңыздағы жолдар. Ал ауылшылық жолдарды әр ауыл әкімі шаруа қожалықтары бар, шағын кәсіпкерлік өкілдері бар, техникалар бар ауылындағы. Солармен келісімшартқа отыру арқылы ауыл көшелерін тазартады. Былтыр три в одном машина дейді енді жаңағы. Сол екі машина алуға өтінім берген болатынбыз. Соның біреуі облыстық бюджеттен қолдау тауып, біз былтыр өзіміздің осы техникалар паркын бір жаңа машинамен толықтырдық. Биыл Алла қаласа тағы да бюджеттің мүмкіндігіне қарай техника алатын боламыз. Көп рахмет, Жалғас Алижанұлы. Біздің сұхбатымыз тәмам. Жұмысыңызға сәттілік. Рахмет. Рахмет.